Ассалаумағалейкум ғамеге. Бүгін біздердің веб-сайтымыздың ізін давам ететін боламыз. Веб-сайтымызда қазіргі біздердің келген жеріміз сайттағы мағлұматтарды букмаркс бетіне сақлап қою, яғни букмаркс бетіне қосып қою. Біздерде add деген батын жараттық, һәм оған он клик болған уақытта мынандай функция істесін дедік, һәм сол ненің апартментстің ID-ін беріп беру керек. Add to bookmark деген функцияны шақыру керек. Яғни ол функция істейді, аргументіне ID-ді беріп береміз, һәм оны қабылдап аламыз. Ондай endpointқа жібереді пост батында, һәм жақсы нәтиже келген уақытта success'ге тост қыламыз. Ал егер жаман нәтиже келген болса, error болған болса, біздер error емес, info мағлұмат береміз. Яғни info түрінде әлдеқашан ол қосылды, яки ол хабар келмей қалған жағдайда бір нәрсе қате кетті деп көрсетеміз.